Бисмиллахир-рахманир-рахим. Осы айтылып жатқан ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Алла разы болсын. Салауат бізді осындай ұлы сезімдерге жетелейді. Күніне 100 мәрте салауат айтқан адам бәле жаладан аман болады. Осы қасиетті шәуәл айында көбірек дұға етіп, көп рет салауат айтуға тырысыңыз. Салауат айтқан сайын сіздің жолыңыз ашылады. Дұғаларыңыз қабыл болады. Әр дұға айтқанда осы салауатты қайталап жүруге кеңес беремін. Бос кезіңізде, баспалдақтан түскен кезде, далада кетіп бара жатқанда үнемі айта беріңіз, ол сізге тек қана жақсылық әкеледі. Салауат айтқанда 10 күнә кешіріледі. Алла салауат жолдағанға 10 сәлем жолдайды. Алланың сәлемін алғанын ойлаған және сезген жүрек әлбетте дүниенің жалған ләззаттарына алданбайды. Көп салауат айтқан адамды Алла тағалам осы дүниеде жәннатпен сүйіншілеп қояды екен.